Assalamualaikum. Bizde iPhone 16 активация жасаймыз. Бастапқы настройкалар. Начало настройка. Русский таңдаймыз, Қазақстан. Енді қайсы тіл сізге ыңғайлы? Енді біздің елде енді дұрыс Қазақстан, бірақ орысшада біраз функциялары түсініктірек. Сол үшін орыс тілін таңдаймыз біз. Настрой без другого устройства. Енді сіздің жаныңызда WhatsApp-ты да сол нөмірге аша саласың ғой, Осы iPhone болса iPhone-да таңдайсыз, болмаса без другого iPhone телефон деген таңдаймыз. Бұл жерде жасыңыз үлкен болса, біз взрослый таңдаймыз. 18 или старше. Егер жас бала болса, жерде көрсетіп тұрыз жастары. Неше жасар бала. Мына жерде Face ID қоясың. Иә. Мына несі тұр қағазы. Болды. Мына жерде бізге Wi-Fi-да сұрайды негізінде бұл. Другие настройки Wi-Fi деген. Біз енді Wi-Fi-ға қосып қойғанбыз. Жаңағы готов болмасам мен қазір. Взрослый таңдаған соң жерде сіздердің негізінде Wi-Fi сұрау керек. Біз оны Wi-Fi-ға қосып қойған болатынбыз. Wi-Fi-дан кейін екі адам амандасып қойған, ассалаумалейкум деп, содан кейін осылай шығады. Одан кейін настройить позже деген таңдаймыз. Face ID қоясың ба деп тұр. Face ID мен парольді қоюға асықпаңыздар. Сосын телефонды қазір жұмыс үстеліне, яғни рабочий столға кіріп алғаннан кейін қоя бересіздер оны. Параметр код парольға басамыз. Не использовать код пароль, не использовать код пароль деген таңдаймыз. Ничего не переносить. Егер де сізде басқа ескі телефон болатын болса, мына жерде қайсы пунктте сіздің телефоныңыз бар, немесе компьютер бар, басқа iPhone бар, немесе iCloud бар деген сияқты, соны сол жақтан көшіріп алу. Бұрынға айтылып тұр данныйларыңызды көшіріп алу. Енді бізде бұл жерде ешқандай телефоннан көшірмейміз. Егер Android-тан көшіру керек болса, мына жерден устройство Android деген таңдайсыздар. Енді біз бұл жерде ничего не переносить деген таңдаймыз. Және мына жерден забыли пароль или нет учетной записи деген таңдаймыз. Аккаунт настроить позже в настройка деген үшінші бөлігін таңдаймыз. Не использовать деген таңдаймыз. Принять. Продолжить автообновление. Бола берген дұрыс. Не сейчас. Геолокация. Настроить позже. Окей. Енді ол местоположение ғой енді. Google карта деген сияқты 2 GIS. Экранное время бұл жерде настроить позже в настройках деген таңдаймыз да. Не делиться. Продолжить. Продолжить. Не сейчас. Продолжить. Добро пожаловать. Приступить деген таңдаймыз мінеке. iOS 26. Настройки. Бізде iPhone 16. Не используют қазірше в этом устройстве. iPhone 26 бір. iPhone 16. Енді қазір iPhone 17 шығып кетті негізінде. Бірақ енді бұл осы уақыттан бері бізге iPhone 16-лар енді келіп тұр деп айтсақ. Осылай жасауға енді осылай мүмкіндік болды енді түсіруге видеоны негізінде. Мінекей осылай начальный настройкаларын осылай жазып аламыз. Енді оған iCloud ашу деген сияқты бұл телефонның егесінің iCloud бар екен, дайын iCloud-ты жаза саламыз. Егер iCloud ашу керек болса, настройкаға кіресіз, Wi-Fi-ға қосып аласыз, аккаунт Apple деген таңдаймыз. Мына жерден войти, использовать, немесе нет аккаунт Apple деген. Егер жаңа телефон болса, iPhone-ды бірінші рет алып тұрған болсаңыз, нет аккаунт Apple дейсіз, взрослый 18 или старше деген таңдаймыз. Мына жерден дата рождения жазамыз. Қалған барлығы инструкция бойынша продолжить, далее деп кете бересіздер. Мінекей, осылай начальный настройкаларын бастап, iPhone-да осылай қолданысқа кіргіздік ол 16-ны. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер.